Аманжол нағашы. Нағашым марқұм Аманжол Жүсіпұлы Жаңғазин өмірінде өте адал және шыншыл, зиялы адам еді. Бала күнінен оқу құмар, алғыр болып, кейін институтты да аса үздік аяқтады. Әдебиетті көп оқығанының нәтижесінде өзі де кейін қаламгер болып, терең шығармаларын газет пен журналдарда жиі жариялаушы еді. Құдіретті әкесі және сол заманда елімізге өте танымал лауазымды тұлғалар Кеңес одағы батырлары Мәлік Ғабдуллин, Баян Жанғалов тағы басқа жақын туыстарының мол мүмкіндіктерін қолданбай, ұсынылған жоғары қызметтерден бас тартып, ауылдың орта мектебінде қарапайым тарих мұғалімі болуды өзіне ең жоғары дәреже санады. Таза романтикалық арманы, қазақтың келешегіне білімді ұрпақты тәрбиелеуді өзіне парыз сезініп, ықыласты ерен еңбек етті. Сол саны көп шәкірттері осы күнге дейін шарапатты ұстазы туралы айтқандарында елжіреп, көздеріне жас алуда. Аманжол нағашының ар-ұятының ерекше болғанын мысалы, Кеңес одағы аяқ астынан тарап кетіп, заманның талабы мен бұрын жарияланбаған коммунистердің қылмыстары әшкереленіп, оқулықтарда жарияланып, талқыланып келген дәуір тарихы күрт өзгере шықты. Сол сәтте қатты ойланып, жарықтық өз еркімен мектептен ұстаздықтан дереу шығып кетті. Себебі марқұмның сөзі бойынша, ол өзі көп жыл оқушыларға аузын толтырып үйреткені бәрі өтірік болып шықты. Енді сол оқушы балалардың пәк беттеріне қарауды ұялған екен. Солай, сол мезгілден бастап зейнетке дейін енді темір жолда қарапайым жұмысқа ауысып, қапырық ыстық пен аяз боранға шыдап, 10 шақты жылдан аса адал еңбегін жалғастырды. Бала күнімді нағашымның мол қасиеттерін көріп жүріп те, оларды аңғармай, әншейін әр адамның бойында бар екен деп ойлағанынан бағалай білмеуші едім. Бірақ өсе келе ол ерекше адам екеніне көзім жете бастады. Ақмола облысы Щучье ауданда орналасқан қазақ, орыс, неміс, тағы басқа ұлттар тұрақтайтын үлкен Кенесары ауылында жұрттың бәрі нағашымды өте оқымысты, интеллигент, зиялы адам болғанынан және адамгершілік қасиеттері үшін қастерлеп сыйлаған еді. Өйткені нағашым бәрімен қарым-қатынастары өте жылы, ақкөңілді, нағыз дипломаттығына тола, жоғары әдеппен ғана құрушы еді. Ал әзіл әңгімелерін айтқанда, сипаттап, құтты рөлдерді орындағандай, әр адамның дауысын жеке салып, театрдың сахнасында орындағандай, жоғары дәрежедегі санаткерлікпен айтушы еді. Сол себеппен оның әр сөйлегені естіген адамдардың естерінде өмірлік сақталып, ұмытылмас болатын. Нағашымның өзі, жұбайы Шарипа шешей және 2 ұлы мен 5 қызының әдептіліктері, араларындағы сыйластықтары жұртшылықты әрдайым қызықтырып, төңірекке үлгі болып келеді. Шіркін, нағашым жарқыраған шексіз әлем еді ғой. Осы әңгімені 2015 жылы жазып едім. Әлі айтарым мол. Каналыма жазылыңыздар.